Тақырып Гаусс әдісі. Есептері. 1, 2, 3, сонымен қатар 99-ға дейін сандардың қосындысы неге тең болады? Яғни бұның үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сөйтіп кете береді. 99-ға дейінгі қосындысы неге тең болады? Соны табу керекпіз. Біз бұлай есептесек те болады. Мысалы 99-ға дейін 96, 97, 98, 99 деп шыққанның өзінде біз бастапқы мен соңғы сандарды қоссақ 100 шығады. 2 мен 98-ді қоссақ тағы да 100 шығады. 3 пен 97-ді қоссақ тағы да 100 шығады. Осындай жүздіктердің нешеуі шығатынын іздеп тапсақ болады. Егер бізде 99 сан болса, 98 рет сандардың жұбы шығады, яғни ол 49 жұп шығады. 49-ға 100-ді көбейтеміз, 4900-ға 4900-дан асып кетеді. Бірақ ортасында қандай сан қалып кетеді? 50 қалып кетеді. Сол үшін ответі 4950. Немесе Гаусс әдісі арқылы біз есептеп тапсақ болады. Гаусс әдісі 3 этаптан тұрады. Мына жаққа жазып кетейік. Формуласы мындай. B1, B2, сонымен қатар Bn деген соңғы санымыз қосындысы неге тең болады? Біз бастапқы мен соңғы санды қосамыз. Біріншісі. B1 мен Bn-ді қосу керек. Екіншісі. Соңғы саннан бастапқы санды алу керекпіз. Bn-нен B1-ді алып, оны аралыққа бөлеміз. Арасы қанша өтіп барады? Мысалы, 1, 2, 3 арасында 1 қосылып кетіп жатыр ғой. Кейбір кезде 5 қосу 10, қосу 15 деп кету мүмкін. Немесе 2 қосу 4, қосу 6 деп кету мүмкін. Немесе 3 қосу 6, қосу 9 сөйтіп кете береді. Мысалы, мына жақта аралық 1 болып тұр. Мына жақта аралығы 5 қосып кетіп жатыр. Мына жақта 2 қосып кетіп жатыр. Мына жақта 3 қосып кетіп жатыр дегендей. Ал енді біз аралық аламыз. Яғни аралықты табу үшін әшейін ғана екінші санды бірінші саннан алып тастаймыз. B2-ден B1-ді алып тастаймыз. Осы соңғы саннан алдыңғы санды алып, бірінші санды алып, сөйтіп оны аралыққа бөлгеннен кейін 1-ді қосамыз. Осы шыққан 2 санды біз көбейтіп 2-ге бөлеміз. Осы шыққан 2 санды, яғни бүйтіп жасап та болады. B1 қосу Bn бөлу бәрі 2 десек те болады. Ал бастаймыз. Бірінші қадам. 99-ға 1-ді қосамыз. Яғни бұл 100. Екінші қадам. 99-дан 1-ді алып, оны аралыққа бөлеміз. Яғни 1-ге бөлеміз. Шыққан санды 1-ді қосамыз. Міндетті түрде 1-ді қосамыз. 98 және 99. 2 санды біз көбейтіп 2-ге бөлеміз. 9900-ды 2-ге бөлеміз. Так, 9000-ды 2-ге бөлсек, 4500, 900-ге бөлсек. 450, 4950 шығады. Келесі мысал. 5 қосу 10 қосу сонымен қатар давайте 195-ке дейін деп көрейік. Бірінші қадамымыз не істейміз? Алғашқы сан мен соңғы санды екеуін қосамыз. 195 қосу 5 200. Енді алғашқы саннан соңғы санды азайтамыз. 195-тен 5-ті азайтып, оны аралыққа бөлеміз. Арамыз болса қанша? 5 болып жатыр, 5-ке бөліп, оған 1-ді міндетті түрде қосамыз. 190-ды 5-ке бөлсек 38, 38-ге 1-ді қоссақ 39. Шыққан санын екеуін көбейтеміз де, 39 мен 200-ді көбейтіп 2-ге бөлеміз. Мына екеуін қысқартсақ та болады сразу. 100, значит бізде жауабымыз 3900 шығады.